Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Күзгі қара суық, ауылға ерте түсетін. Сыртта жаңбыр сіркіреп, терезені баяу ұрып жатты. Ағаштан жасалған ескі үйдің іші сәл дымқыл, бірақ жылы. Пештен шығып жатқан жарық бөлмені сарғыш реңге бояп тұр. Шәйнек жайлап ызыңдай бастады. Ержан үстінде жұпыны сұр жейде, бір терезесіне дейін созылған қалың шұлықпен пештің жанында отыр. Қара шашы сәл тарқанып кеткен. Күнде тарана бермейді. Қарсы алдындағы бос орындыққа қарап, бірақ үнсіз отырды. Ол орындықта бұрын анасы отырған. «Шайды ішеміз бе, апа?» деді ол өте байсал үнмен. Үйде басқа ешкім жоқ. Бірақ Ержан осымен 7 жылдан бері анасына осылай үн қатып келді. Біреу болса есі ауысты дереді. Бірақ Ержан үшін бұл өмір салтына айналған еді. Анасы қайтыс болғаннан кейін өмірінің жартысы сол бос орындықпен сөйлесумен өтті. Таңда шай ішеді, түсте әңгіме айтады, кешке теледидар көрген болып отырады. Кейде тіпті «Ой, енді апа, кеше дәл сол осы сериалды көргенбіз ғой», дейді бос тұрған экранға қарап. Бұл ешқандай ауру емес, бұл жалғыздық, бұл сағыныш, бұл адам жанындағы бос орынды толтыруға деген тылсым әрекет. Пештің үстіндегі ешкі шәйнек сәл-пәл ыстықпен дыбыс шығарады. Ержан оған қарап, «Қарашы апа, баяғы шәйнек әлі істеп тұр», дейді жымиып. Бірақ көзі бірден мұңға толады. Суреттегі анасының жанары да бір түрлі, жұмсақ қарап тұрғандай. Қабырғада ілулі тұрған қара ақ фотодағы бейне өмірімнің соңғы естелігі. Ол әйел өмірдің бар тірегі болған. Енді тек үнсіз куәгерге айналды. Сырттан найзағай шарт етті. Терезеге жаңбыр күшейе түсті. Ержан орнынан тұрды. Шәйнектен 2 кесе шай құйды. Бірін өзі алды, екіншісі анасының орындық алдына қойды. Бүгін наным жаңағы көрші Гүлнұр апай әкеліп берді. Ержан жалғыз ғой, дейді. Қатты еркелетіп жібермесін апа, деп күрсінді. Бұл күнделікті әдет, бірақ осы әдет Ержанның жалғыздығын жасырып тұрған жалғыз қорғаны. Пештің жарығы бетін жылытты. Сыртта суық жаңбыр болса да, үйдің іші бір сәтке жылып кеткендей. Анасы үн қатпаса да, Ержан оның болғанын сезді. Шай ішті, 2 кісіге арналған кешкі шай. Сол күннің соңында ол тағы да сыбырлап айтты. «Жақсытын апа, ертең көрісеміз». Күндердің бір күні Ержан анасының қабырғадағы суретіне ұзақ қарап отырып, бір түрлі сезімге бөленді. Бұрын үйлесіз боп көрінетін бейне бүгін анық, тіпті тірі адамдай қарап тұрғандай болатын. Суреттегі көздер бұрынғыдан жұмсақ. Ол орнынан тұрып суретті қолына алды. Саусағы дір етті. «Сен тірі сияқтысың ғой», деді әлсіз үнмен. Бұл алғашқы белгі еді. Бір күні үйге кіре бере мұрнына қамыр иісі келді. Анасы тірі кезіндегі апта сайын шелпек пісіретін. Пештің жанында тұрған қаңылтыр табақ, ішінде бір уыс ұн, ешкім кірмеген. «Апа?» Таңертең радиодан баяғы ескі ән ойнап тұрды, бірақ Ержан оны қоспаған. Радио сөндірулі тұратын. Әке мен бала әні. Анасы қатты жақсы көретін. Үй іші үнсіз. Тек ән, сенсіз күндерім бір жылдай. Көрші әйелдің сұрағы. Көрші Гүлнұр апа шайға келіп, «Жалғыз тұрып жатсың ба? Әлде анаң, әлі сенің қасыңда ма?» деді ол. Мұндай сұрақ Ержанның жүрегіне тас болып тиді. Ол үндемеді, бірақ көзіне жас үйірілді. Бір түнде тым терең ұйықтап кетіп, таңертең үстіндегі көрпенің түзетілген күйден тауып алды. Ас үйге барса шәйнек ыстық, 2 кесе шай. Екеуі де жылы. Бұл не? Анасының көзі кеткен соң ашпаған сандықты ашты. Ішінен хат шықты. Ержанға жазылған. «Балам, мен кетсем де, мен сені сағынған кезде келіп отырам». Жүрегі тулап кетті. Кешке сыртқа шыққанда алыстан анасының бейнесін көргенде болды. Ақ жаулықты, қара көйлек киген, жүгіріп шықты. Жоқ, тек терек ағашының көлеңкесі екен. Қыс түсті, терезеден қар ұшып тұр. Үйдің іші суық, бірақ сол кеште Ержан пеш жаққанда біреу отынды әкеліп қойғанын көрді. Өзі әкелмеген, көршілер де емес. «Апа, бұл сен бе?» деді Ерлан
жай ғана дауыспен. Анасының көзі тірісінде жазып жүрген күнделігі. Енді ол қаламұшты өзі ұстайды. Бірақ бір бетте таңғы жайып жазу пайда болған. Бүгін шай іштік. Балапаным мені әлі ұмытпаған екен. Ұялы телефонын қарап отырып, анасының бұрынғы дауысы жазылған аудио тапты. Балам, үйге кешікпе. Кешкі шай дайын. Қайта-қайта тыңдай берді. Бар ауыл у-шу тойлап жатқанда Ержан үйде жалғыз отырды. Бірақ сағат түнгі 12 болғанда үстел үстінде бір тілім бауырсақ пайда болды. Шыныдай болып қатып қалды. Анасының бейітіне барғанда жаңбыр басталды. Сол сәтте желден бұтақ қозғалып, ерке балам деген үнге ұқсас дыбыс шықты. Ержан жылап жіберді. Бір кеште теледидарға қарап отырды. Аузына тамақ апара бере тоқтады. Апа, сен менімен бірге отырсың ғой, иә? Көңілінде я деп отыр. Түсінде анасын көрді. Мені босат балам. Мен тыныш ұйықтауым керек, деді анасы. Ержан шошып оянды. Қолындағы анасының суреті жерге түсті. Сурет өздігінен жерге түсті. Бұрышынан сынып қалған. Сол сәттен кейін Ержан іштей бір босап қалғандай болды. Алғаш рет анашына ештеңе айтпай өткізген күні болды. Үнсіз өтті. Бірақ жүрегі қысылып тұрды. Ол кешке кешір апа, деді. Киім салғыштан анасының иісі қалған көйлек шықты. Жуайын деп жатқанда сол көйлек жерге өздігінен түсіп кетті. Су тиді, иісі жоғалды. Ержан көзіне жас алды. Кішкентай бала Ержанның үйіне келіп, мына үйде түнде бір апа жүретін сияқты, деді. Жүрегі дір ете түсті. Бір күні Ержан сөйлеген жоқ. Шай ішті, тек өзімен. Сол күн алғаш рет жалғыз күні болды. Түнде жетер балам деген әйел дауысын естіді. Сол түннен кейін бәрі басқаша болды. Бұрын анасының есімен тұнып тұратын үй енді жай ғана сылбыр есті болды. Қабырғалар үнсіз, пеш суық, өмір жалғасып жатқандай. Ержан ауыл имамын шақырып, анасына Құран бағыштады. Сол түні үйге тыныштық орнады. Орындықтар қайтадан қатар қойылды. Үстелде бір ғана кесе шай. Сурет орнына ілінді. Бірақ Ержан енді әр шай ішкенде үн қатпайды. Анасының туған күні Ержан моласына гүл апарды. Саған 7 жыл үн қаттым апа. Енді ішімде үнсіз сөйлеуге үйреніп келемін. Бірақ мен сені ешқашан ұмытпаймын. Тек жіберемін енді. Жел баяу соқты. Аспанда бұлт сүйіліп жатты. Ауылда көктем шығып, енді жаз кіріп жатты. Ағаштар бүр жарды. Үйдің алдына гүл екті, анасының сүйікті гүлдерін. Бәшешек пен қызғалдақ. Біреуі өзі өніп шықты. Ержан етпеген. Сенің белдің бе бұл? Деді күлімсіреп Ержан. Бірақ іштей білді. Ол енді қасынан кетсе де жүрегінде қалып қойған. Ержан енді анасының естелігін үмітпен еске алатын күйге жетті. Бұл көп жылғы жараның жазылуы. Достар, сіздерге әңгіме ұнады ма? Әңгіме ұнаса маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар және пікір қалдырып кетіңіздер.